Саламатсыздар ма достар? Менің есімім Дархан. Мен сіздерге BP компаниясының маркетинг планын түсіндіріп өтейін. BP компаниясы 2017 жылы 15 январда 180 мемлекетте, соның ішінде Россия мен СНГ-де және Қазақстанда бұл бизнес енді басталып жатыр. Компанияның маркетинг планы самый денежный маркетинг план. Новичоктар басқа компанияға қарағанда 15 рет көбірек табады, лидерлар басқа компанияға қарағанда 5 рет көбірек табады. Автобонс басқа компанияға қарағанда 20 рет оңай. Компанияның продуктысы Elif 8 капсуласы. Бұл капсуланың ішінде бүкіл витаминдер бар. Басқа компанияларда кардицеба отдельно сатылса, гуарана отдельно сатылса, чага отдельно сатылса, кальций отдельно сатылса, бізде бұл бір капсуланың ішінде бүкіл витаминдер бар. Сол себептен де көптеген адамдар бұл капсуладан жақсы результат алуда. Неге? Өйткені бүкіл витаминдердің барлығы бір капсуланың ішінде. Продуктының құрамында супер адаптогендер, смесь натуральный энергетиктер және бүкіл фруктылар бар. 20 лучше витаминдердің барлығы осы капсуланың ішінде. Бұл капсула Қазақстаннан халал деген сертификат алынған. Бүкіл фруктылар осы капсуланың ішінде және натуральный шөптер, адаптогендердің барлығы осы капсуланың ішінде. Бұл капсула Қазақстандағы врачтардың тексерілуінен өткен. Және де 700 ауруға ем бұл капсула. Неге? Өйткені көптеген адамдар осы капсуланы ішкеннің арқасында көптеген адамдар астмадан, зобтан, аллергиядан, сахарный диабетпен ауырған адамдар, давлениесі көп адамдар, то есть псориаз ауруымен ауырған адамдар, витилиг ауруымен ауырған адамдар, көп адамдар осы капсуладан емін табуда. Мен сіздерге сол осы продукттан результат алған адамдардың фотоларын көрсетіп өтейін. Мысалы, бұл кісі қатты аллергиямен страдать еткен адам. До и после фотосында көрініп тұр, денесі қызыл болған. Бір айдың ішінде бұл капсуладан аллергиясы кеткен және кожалары, маршинкалары тартылған. Бұл ер адамның маңдайынан көрініп тұр, то есть маңдайындағы маршинкалары тартылған. Бұл кісі мана біз айтып отқан витилиго деген аурудан емін тапқан кісі. Бұл кісінің қызы Қырғызстан азаматшасы Луиза деген әкесіне осы продуктын беру арқылы витилиго ауруы жазылған. Бұл кісіні мен Астанадан көрдім. Расымен де бұл кісі Elif 8-ді ішу арқылы салмағын қалпына келтірген. Бұл қыз баланың до и после фотосынан көрініп тұр. Мысалы, мына кісінің салмағы көп болған, қазіргі таңда салмағын өз бойына сай қалпына келтірген. Бұл кісі Мархабат деген партнеріміз. Бұл кісі де продуктадан жақсы результат алған. Мына жас бала витилиг ауруынан тоже емін тапқан осы капсуладан. Бұл кісі Салтанат деген кісі. Бірінші фотодағы анасы, екінші фотодағы қызы деп жүр достар. Екеуі бір адам. Неге? Өйткені бұл продукт расымен сондай адамның денсаулығына пайдалы. Сол себептен де біз сенімді түрде ішпей тұрып капсуланы до бірінші түсіп ал, сосын 2 айдан кейін, әлде 3 айдан кейін после түсесің деп біз сенімді түрде айтамыз. Өйткені продукты жақсы результат көрсетеді. Достар, енді қалай ойлайсыздар? Бұл продукты қанша деп ойлайсыздар? Мысалы, өмір емін таппаған медицина, емін таппаған витилиг ауруды жазып отқан капсула. Мысалы, көптеген адамдар, соның ішінде әйел адамдар салмақтарын тастау үшін фитнес-клубқа жазылып жатады, бассейнге жазылып жатады, я диета ұстап жатады. Ал бұл компанияда диета ұстамай-ақ осы капсуланы ішу арқылы фитнес-клубқа жазылмай-ақ салмағыңызды қалпыңызға келтіреді. Көптеген адамдар зрениесі нашарлап кетіп жатады. То есть көзілдірік алады, зрениесін емдеумен болады. Көп адамдар мысалы кожаларына пластический операция жасап жатады. Ал бұл жерде пластический операция жасамай-ақ бұл продукттан жақсы результат алып жатыр. То есть денсаулығына да пайдалы, косметикаға деген ақшасы кетпейді, фитнес-клубқа, бассейнге ақшасы кетпейді. Сондықтан бұндай жақсы әсер беретін продукты қанша деп ойлайсыздар? Мысалы, мен күні кеше бір адамнан осы продукттың түсіндіріп отырып, қанша тұрады деп ойлайсыз деп едім. 100 000 теңгеден асатын болар деді. Сол кезде мен айттым, қазір мен сізге бағасын көрсетсем, сіз қуанып кетесіз деп. Сондықтан бұл капсуланың бағасы, достар, қарапайым халыққа доступны, қолжетімді бағада. Өйткені бұл жақта капсуланың бағасы осындай баға тұрады. Мысалы, бірінші пакетте 10 штук капсула болады, ода $25 тұрады.
доставкасы $8, единоразовый интернет-магазиніңізге $20 төлейсіз. Екінші пакет сингл пак, одай 30 штук капсула болады, 30 күнге жетеді, $50 тұрады, доставкасы $8, единоразовый интернет-магазиніңізге $20 төлейсіз. Үшінші пакет лидер пак, ода 70 штук капсула болады, $90 тұрады, доставкасы $13, единоразовый интернет-магазиніңізге $20 төлейсіз. 70 күнге жететін продуктыңыз. Демек, бірінші пакетпен кірсеңіз закрепление позиция, екінші пакетпен кірсеңіз бинарный бонусқа пайда боласыздар. Үшінші пакетке кірсеңіз сіз автобонус аласыз. Бұны мен сіздерге не үшін айтып отырмын, достар? Бұл компаниядан продукты капсулаға заказ бере отырып, сіздер ақша табудың жолы бар. Демек, сіздер жақсы ақша табасыздар. Келесі айда бұл продуктыны сіздер даже тегін аласыздар, достар. Мен соны сіздердің сол жолын көрсетіп өтейін. Қай пакетпен заказ берген дұрыс, достар? Бұл жерде мен сіздерге айтайын, ең үлкен пакетке заказ бергендеріңіз дұрыс. Неге? Өйткені 60 штук капсулаға плюс сізге 10 штук капсула қосылады. Сонда вообще 70 штук капсула келеді. Және автобонус программасына ие боласыздар. Бұл жерде көрініп тұр. То есть 10 штук капсулаға бірінші пакетке заказ берсеңіз $25 тұрады, доставкасы $8. Вообще $33 сізге 10 штук қана капсула келеді. Получается, бір штук капсула 1200 теңгеден келеді. Ал екінші пакетке заказ берсеңіз $50, доставкасы $8, вообще $58 сізге 30 штук капсула келеді. Бір штук капсула сізге 700 теңгеден келеді. Үшінші пакетке заказ бергендеріңіз тиімді, неге? Өйткені бір штук капсула сізге 500 теңгеден келеді. Егер, достар, сіздерге ақша керек болса, ары қарай дұрыстап тыңдаңыздар. Мен сіздерге қаншама партнерларымыз жақсы ақша тапқан сіздерге айтып өтем. Және де бұл капсуланы тез арада заказ беріңіздер. Көптеген адамдар бұл капсуладан жақсы результат алғандықтан ең үлкен пакет 70 штук пакетке емес, даже 500 штук капсулаға мини складқа заказ жіберіп жатқан адамдар көп. Мысалы, фотода көріп отырсыздар, коробкасымен заказ берген. Мысалы, мен өзім семьяма 420 штук капсулаға мини складқа заказ бердім. Сондықтан, достар, ойланбастан продуктыға тез арада заказ беріңіздер. Компанияның 9 түрлі доходы бар. Компания товар обороттың 80% қарапайым халыққа төлейді. Басқа компанияларда товар обороттың 30% халыққа төлеп, 70% компания өзін алып алады. Ал бұл компанияда керісінше ақшаның көбін қарапайым халыққа береді. Компанияның бірінші түрлі доходы быстрый старт. Әр адамның бірінші берген заказына сізге 50% төлейді. Мысалы, сіз Юрий деген досыңызды шақырсаңыз, ол 10 штук капсуланы $25 қалса, сізге 50% $12.5 ақша түседі. Екінші Светлана деген досыңыз шақырсаңыз, ол 30 штук капсуланы $50 қалса, сізге 50% $25 ақша түседі. Үшінші пакет Александр деген досыңыз 70 штук капсула алса, $75, сізге 50% $37.5 ақша түседі. Компанияның екінші түрі доходы бинар. Бинардан компания сізге 20% товар обороттан төлейді. Сіз шақырыңыз, сіз шақырмаңыз, общий командадан оң жақ сол жақ қолыңыздан сізге тепе-теңдіктен 20% төлейді. Басқа компанияларда бинардан 10% төлесе, достар, бізде компаниядан 20% төлейді. Көп компанияларда бар, товары бірінші 3%, 7%, 6%, ең үлкен пакеті 20% болады. Бізде компания бірінші айдан бастап сізге товар обороттан общий 20% төлейді. Енді қараңыздар, достар, бинардың өзі үшке бөлінеді. Одинарный, тринарный, цикличный болып бөлінеді. Біздің компанияның маркетинг планы одинарный. То есть, оң жағыңыздан бір адам, сол жағыңыздан бір адам кірсе, соның тепе-теңдігіне сізге 20% төлейді. Ал тринарный деген бар бинардың, ол оң жағыңыздан 3 адам, сол жағыңыздан 3 адам жиналып болған соң бар тепе-теңдіктен төлейді. Цикличный деген компаниялар бинардан цикличный деген түрі бар. Оң жағыңыздан 350 балл, сол жағыңыздан 150 балл жиналған кезде барып сізге тепе-теңдіктен төлейді. Бізде бинардың ең жақсы түрісі біздің осы Бепик компаниясында. Компанияның үшінші түрі доходы лично приглашенныйыңыздың тапқан табысынан компания сізге отдельно 20% төлейді. Мысалы, сіз Юрий деген досыңызды шақырсаңыз, ол бинарда $1500 ақша тапса, сол кісінің 20% сізге түседі. Демек, $300 сіз табасыз. Галина деген досыңыз $200 ақша тапса, бинардан соң 20% $40 сізге түседі. Сергей деген досыңыз $50 тапса, соң бинардан сізге 20%
$10 түседі. Бұл жерде мен не үшін айтып отырмын достар, өйткені басқа компанияда лично шақырған адамның тапқан табысына процент емейт ету үшін ол компанияда ол адам $10,000 жоғары товарооборот жасау керек. Ал бұл компанияда, BP компаниясында ондай ранг қоймаған достар. Сол себептен де қуандыратын жағдай осы. Сергей деген досыңыз $10,000 товарооборот емес, $50 жасаса да сізге соның процентін беріп отыр достар. Осы 5 адамыңыз сіздің бір жақ қолыңызда болса да, сіз $1,210 ақша табасыз достар. Көрдіңіздер ме? Басқа компаниялар бинардан только тепе-теңдіктен берсе, сіздің бір жақ қолыңыз өсіп кетсе де, сіз осындай ақша табасыз. Әрбір серьезный компанияда ранг болады. Сол себептен компанияның 4-ші түрлі доходы Silver, 5-ші түрлі доходы Gold, 6-ші түрлі доходы Platinum, 7-ші түрлі доходы Diamond. Басқа компанияға қарағанда автобонус, басқа компанияларға қарағанда 20 рет оңай дегеніміз осы маркетинг план достар. Мысалы, өзіңіз $90 үлкен пакетке заказ беріп, өзіңіздің лишний 4 адамыңызда $90 пакетке заказ берсе, сізге быстрый старттан әр адамнан $37-5 $150 отдельно түседі сізге. Және өзіңіздің лишний шақырған 4 адамыңыз 4 адамдарын шақыратын болса, общий $1,800 товарооборот болса, структураңызда 20 адам болса, сізге компания $500 ақша төлейді. Достар, бұл жерде қуандыратын жағдай, ешбір компанияда бұндай автобонус жоқ. Неге? Өйткені басқа компанияда жоқ деген кезде товарооборот 30 мың әлде $150,000 болу керек. Және де сол автобонустың программасын орындасаңыз, соны подтверждать етіп, сіз 3 ай ұстап тұруыңыз керек. Және де басқа компания сіз автобонустың продажасын жасағаннан кейін сіздің лишний 3 адамыңызды сондай автобонустың программасын жасаса ғана барып сізге автобонустың ақшасын береді. Ал бұл компанияда өзіңіздің лишний 4 адамыңыз шақырасыз, олар өздерінің 4 адамдарын шақырса, общий $1,800 товарооборот болса, компания сізге $500 ақша береді. Бұл ең жақсы программа достар. Енді қараңыздар, біздің партнерлар Жанат Қасымов деген ағамыз 20 күннің ішінде $1,000 плюс автобонус $500, 20 күннің ішінде $1,500 ақша тапқан. Бұл кісі военный служащий, аз уақыттың ішінде сентябрьда автобонус программасымен $3,000 ақша тапқан. Бұл кісі Николай деген кісі, Россиядағы партнеріміз, $14,500 ақша тапқан. Манар деген ағамыз, бұл кісі Астана қаласында тұрады, 11 күннің ішінде $825 плюс автобонус программасымен $1,325 ақша тапқан. Айгүл Газизова, бұл кісі қазіргі таңда бриллиант, өте жақсы кісі. Бұл кісі сондай активный адам. Аз уақыттың ішінде достар, бір жылдың ішінде бұл кісі бриллиант атанды. Компанияның 9 түрлі доходының барлығын алады. Гүлфайрус аз уақыттың ішінде $1,000 тапқан, 4 баланың анасы. Бұл кісі серебро рангты жапқан, $3,150 ақша тапқан. Серебро рангты әсел домохозяйка мысалы, $1,000 ақша тапқан достар, интернет проектімен. Компанияның соңғы доходы, товарообороттан компания 2% төлейді достар. Сол 2%-ті бүкіл даймондтарға бөліп береді. Енді қараңыздар достар, сіздерге құнды бір ақпарат айтайын. Басқа компанияда $1,000 ақша тауу үшін достар, сіздер осыншама товарооборот жасауыңыз керек. Мысалы, Amway компаниясында $20,000 ақша тауу үшін $24,000 товарооборот жасауыңыз керек. LR компаниясында $1,000 ақша тауу үшін сіз $20,000 товарооборот жасауыңыз керек. Гербалайф компаниясында $1,000 ақша тауу үшін тоже сізде $20,000 товарооборот жасауыңыз керек. Ал Марекей компаниясында $1,000 ақша тауу үшін сіз $13,000 товарооборот жасауыңыз керек. Мысалы, Арифлеймді алайық. Арифлейм компаниясында $1,000 ақша тауу үшін сіз $5,000 товарооборот жасауыңыз керек. Ал BP компаниясында сіз $1,000 ақша тауу үшін $1,950 ғана товарооборот жасайсыз. Сол себептен де басқа компанияға қарағанда новичоктар 15 рет көбірек табады дегеніміз осы. Лидерлер басқа компанияға қарағанда 5 рет көбірек табады деп жатқанымыз осы достар. Өйткені басқа компанияда сіз үлкен доходқа шығу үшін сізге 5 жыл әлде 7 жыл керек. Ал бұл компанияда сіз 1 жылдың ішінде сол үлкен доходқа ие боласыз. Автобонус программасы басқа компанияға қарағанда достар 20 рет оңай. Бұл бизнесті успешно бастау үшін достар, мүлдем риск жоқ.
без риск, без инвестиция, без вложения, достар. Бұл бизнесті бастау үшін самый простой шаг бар. Бесплатно регистрация жасайсыз, достарыңызға айтасыз, және достарыңыз заказ жібергенде сізге әр адамнан 50% түсіп отырады. Ал бұл бизнесті успешно жасау үшін, достар, өзіңіз продуктыны қолдануыңыз керек, достарыңызға айтуыңыз керек, и осы тапқан ақшаңызды достарыңызға үйретуіңіз керек. Сол себептен де интернет-магазиніңізге единоразовый $20 төлеп, бұл бизнесті успешно бастауларыңызға тілектеспін. Бар айтарым осы, достар. Көп ойланбаңыздар, бұл ойланатын логикалық жұмыс емес. Лампочка велосипед придумать ететін дайын система. Бір жылдың ішінде көптеген партнерларымыз дәлелдеді. Көптеген партнерларымыз қазіргі таңда аптасына $5,000-7,000 ақша тауып. Сол себептен де, достар, бұл бизнесті бірге бастауға шақырамын. Өз-өзіне жауапкершілік ала білетін, ответственность ала білетін, интернет проектін ала білетін. Бұл жақта сіздің өміріңіз емес, даже сіз біреудің өмірін өзгертуге себепші боласыз. Ал бұл 58 капсуласы әр үйде тұру керек, достар.